Ой, Миржан, сен не жасап алғансың? Анасы Микауластан кітап жасап алдым. Бәрекелді. Ал сен білесің бе, қағаздан тағы ұшатын түрлі заттар жасауға болады. Ол не? Ол мәселенге батпырауық. Батпауық. Ендеше батпырауықтың жасау жолдарын саған көрсетейін бе? Иә. Жүр ендеше көрейік. Миржан, батпырауықты қандай түстен жасаймыз? Көп түстен. Бәрекелді. Батпырауық жасау үшін бізге қағаз, лента, жіп, желім және қайшы қалам қажет болады. Және де осы қағазды бекіту үшін бізге ағаштар керек. Папасы келіп ағаштарын жонып дайындап берсе. Міне ағаштар. Қазір дайындап береміз жонып. Дайын болған ағаштарымызды бір-біріне байлаймыз. Бұл қосу белгісі ғой. Иә, дұрыс айтасың, Миржан, бұл қосу белгісіне ұқсайды. Talaga ыстырайсың. Жарайды, онда кеттік. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты болып жүргенің, бақытында басқасында білмеуің, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты болып жүргенің, бақытында басқасында білмеуің, бақытсыз